Қазақ әдебиеті мен журналистикасында өзіндік орны бар. Ақын, жазушы, журналист Қуат Қайранбаевтың 65 жас мерейтойына арналған «Өлең өмір, сөз тағдыр» атты видео ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Қуат Қайранбаев шығармашылығында адам болмысы, туған жер, қоғам және өмір мәні кеңінен көрініс табады. Оның өлеңдерінде елге сүйіспеншілік пен адам жанына үңілу басым болса, журналистік еңбектерінде заман шындығы айқын суреттеледі. Қуат Қайранбаевтың «Тұғырлы тұлға» кітабы 2001 жылы жарық көрген. Тұғырлы тұлға елге қызмет еткен азаматтың өмір жолымен өнегелі болмысын танытатын деректі хикаят. Шұғыла кітабы 2009 жылы жарық көрген. Шұғыла жетісу елінен шыққан көрнекті тұлғалардың өмірі мен өнерін, әдеби мұрасын танытатын очерктер мен мақалалар жинағы. Ар мен заң алдында кітабы 2019 жылы жарық көрді. Ар мен заң алдында Советхан Сәкеновтың өмірі мен судьялық жолын, әділдік пен заң алдындағы жауапкершілігін танытатын деректі шығарма. Көңілдің қоңырауы кітабы 2021 жылы жарық көрді. Көңілдің қоңырауы адамның жан дүниесін, елге деген сүйіспеншілігін және өмір туралы толғанысын арқау еткен поэзиялық жинақ. Өлең мен өрнектелген өмір кітабы 2021 жылы жарық көрді. Өлең мен өрнектелген өмір Қуат Қайранбаевтың ақындық жолын, шығармашылығын және әдеби ортадағы орнын танытатын зерттеу танымдық жинақ. Қаламгер мұрасы оқырмандарды ойға жетелейтін, адамгершілікке үндейтін рухани қазына болып қала бермек. Қуат Қайранбаевтың кітаптары сіздерге қызық болса, біздің кітапханаға келіп оқи аласыздар.